Саламатсыздар ма оқушылар? Қал жағдайларыңыз қалай? Балалар, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз 35-ші сабақ снегопад. Упражнение первое. Прочитай выразительно. Мынаны оқып шығайық дейді. Және бұл қандай тип текста? Жанр. Определи жанр текста дейді. Это, ребята, стихотворение. Балалар, бұл тақпақ стихотворение, я? Снег пушистый, серебристый, мягким стелится ковром, и снежинки, как пушинки, вьются весело кругом. Балалар, осы жерде үш сөз қарамен жазылған екен. Пушистый, снежинки, пушинки. Балалар, бұлардың ішінде бір ережеге байланысты жазылған әріптер бар, я? Соны есімізге түсірейікші. Яғни, жи, ши, пиши с буквой И. Пушистый, снежинки, пушинки. Есімізге түсті ме, балалар? Жи, ши, пиши с буквой И деген ереже. Ары жалғастырайық. Продолжи предложение. Балалар, сөйлемді жалғастыр дейді. Снег бывает белый, қар ақ болады. Блестящий, пушистый, крупный, липкий, колючий, мохнатый. Осылардың барлығын жазып шығамыз, балалар. Міне, снег бывает белый деймізде, ары қарай блестящий үтір, пушистый үтір, крупный үтір, липкий үтір, колючий үтір, мохнатый деп нүкте қойып жазып шығамыз. Ары қарай. Прочитай, оқы дейді. Я люблю снегопад. Мен қар жауғанды жақсы көрем. Почему я люблю это природное явление? Бұл табиғаттың құбылысы мен не үшін жақсы көремін? Потому что первый снег самый красивый. Өйткені ең алғашқы қар өте әдемі. Он как белый пух покрывает землю. Ол ақ мамық сияқты жердің барлығын жабады. Очень красиво, өте әдемі. После снегопада можно делать большие горки и лепить снеговиков. Қар жауғаннан кейін үлкен сырғанайтын горкалар және аққалаларды жасауға болады. Все радуются первому чистому снегу. Барлығы ең алғашқы қарға өте қуанады. Балалар, енді сұрақтарына жауап берейік. Определи тип текста. По каким признакам догадалась? Яғни, осы мәтіннің қандай мәтінге жататындығын табуымыз керек. Мне кажется, этот тип текста называется текст рассуждения. Яғни, рассуждение деген ол не үшін, неліктен қысты жақсы көрем, соны ашып, анықтап, түсіндіріп беретін мәтінді біз текст рассуждение деп атаймыз. Яғни біз мәтінге неге, неліктен деген сұрақтарды қою арқылы біз мәтіннің мағынасын түсіне аламыз. Бұны біз қақтан білдік? Текст рассуждение екен. Өйткені бұл автордың осы қарды не үшін жақсы көретіндігі туралы айтылған. Өйткені ол ең алғашқы қардың әдемі болатындығы, жан-жақтың барлығын әппақ болып, онымен біз ойнай алатындығымыз, онымен аққала жасап қуана алатындығымыз туралы айтылған. Сондықтан этот тип текста называется рассуждение. Выпиши из текста предложение доказательства, почему автор любит снегопад. Автор неліктен қардың жауғанын жақсы көреді. Соны жазып шық дейді. Потому что первый снег самый красивый. Он как белый пух покрывает землю. Очень красиво. После снегопада можно делать и большие горки, лепить снеговиков. Осы сөздерді, сөйлемдерді жазып шықса, меніңше, осы сөйлемдер арқылы ол мәтіннің мағынасын ашып беріп тұр. Какое из выделенных слов является наречием, а какое прилагательным? Балалар, мына жерде бізде красивый
және красиво деген сөз, екі сөз қарамен жазылған. Біреуі наречие, екіншісі прилагательный. Яғни, біреуі прилагательный отвечает на вопрос какой, какая, какое, какие деген сұраққа жауап береді. Ал наречие қандай сұрақтарға жауап береді? Наречие как деген сұраққа жауап береді. Енді екеуінің қайсысы прилагательный, қайсысы наречие? Табайықшы, балалар. Балалар, мына жердегі красивый сөзі самый красивый. Снег какой? Снег красивый. Бұл прилагательный. Ал мына жердегі красивый сөзі ол как деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Деп пайымдаймыз. Ары қарай. Состав предложения по картинке. Балалар, мына жерде бізде сурет берілген. Осы суреттер арқылы сөйлемдер құрауымыз қажет. Яғни, какое настроение у детей? Балалардың настроениесі қандай? Почему оно такое? Чем заняты дети зимой? Балалар қыста не істейді? Какое настроение бывает у тебя, когда ты видишь много снега? Көп қар жауған кезде сенің көңіл-күйің қандай болады дейді. Используя опорные слова, состав предложения. Балалар осы сұрақтарға жауап бере отырып, астында берген тірек сөздерді қолдана отырып, сөйлем құрастыруымыз қажет. Ал енді балалар, мен мына жерге сөйлемдерді құрап көрдім. Бір қарап шығайық. Пришла зима. Қыс келді. Дети вышли играть во двор. Балалар аулаға ойнауға шықты. Данияр, Лейла и Алмат лепят снеговика. Данияр, Лейла, Алмат аққала жасап жатыр. Нұрислам катается на лыжах, а Дәурен на санках. Нұрислам шаңғы теуіп жүр, ал Дәурен шанамен ойнап жүр. По льду идет домой Бекарыс. Бекарыс үйіне мұздың үстімен кетіп бара жатыр. А Алина репетирует на коньках свой танец. Ал Алина болса, мұздың үстінде өзінің биіне репетиция жасап жатыр, билеп. Ребята провели день очень весело. Балалар осы күнді өте көңілді өткізді деп жазып шықтым. Балалар, түсіндік пе? Тағы да қандай ойларыңыз бар? Не қосуға болады? Сіздер қар жауған кезде не істедіңіздер? Қандай ойын ойнадыңыз? Кіммен ойнадыңыз? Сіздің қандай көңіл күйіңіз болды? Қармен ойнаған ұнады ма сізге? Сол туралы анықтырап жазып кетсеңіздер болады. Енді ары қарай. Упражнение 5. Проанализируем. Балалар, как образовалось слово снегопад? Снегопад сөзі қалай пайда болды? Соны айтайықшы. Снегопад сөзі қалай пайда болды деп ойлайсыздар, балалар? Әрине, снегопад сөзі снег плюс падать деген сөзден біріктіріп жазылған. Балалар, қарайықшы. Снег қар жауып жатыр. Қар жауып жатыр. Яғни, соны қысқартып, екі сөзді қысқартып, бір сөз қылып жасалған. Түсіндік пе, балалар? Снегопад сөзі снег плюс падать. Қар жау деген сөзден шыққан. Балалар, түсінсек, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, балалар.